Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина қуррата аюнин ваджаална лил муттақина имама. Раббым Алла Тағала біздердің перзенттерімізден, біздің әйелдерімізден, біздің көзіміздің қуанышы қылшы оларды. Және біздерді дейді, тақуалардың имамы қылшы дейді. Имам деген сөз, амама деген сөз, алды деген сөз. Біздерді дейді, тақуалар бар ғой, сол тақуалардың алдында қылшы бізді дейді. Тақуалардың тақуасы қылшы бізді деген сөз ғой. Тақуалығымызға тақуалық қош. Мына дұғаны жаттап алу керек. Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина қуррата аюнин ваджаална лил муттақина имама дейді. Муттақиндар тақуалардың имамы қылшы бізді дейді. Осы дұғаны біздің ұстаздарымыз көп жасайтын, біз де көп жасайық, сіздер де көп жасаңыздар. Не береді Алла Тағала бізге? Сөз тақуалық береді иншалла. Тақуалық деген нәрсеге жету үшін жігіттер өз өздеріңізбен жұмыс істеумен ғана жетесіздер. Инналлаха ла юғаййиру ма би қаумин хатта юғаййиру ма би анфусихим. Алла Тағала адамдардың жағдайын өзгертпейді, қашан олар өздерінің жағдайларын өзгертпейінше деді ғой. Бірақ осы жерде көп айтпайды. Хатта ма юғаййиру ма би анфусихим. Өздеріндегіні деген сөз. Негізі аудармасы осылай. Ана өздерін емес, негізі жігіттер. Ма би анфусихим деп отыр. Өздерін өзгертпейінше емес, ол дұрыс емес негізі. Өздеріндегіні өзгертпейінше. Өздеріндегі не? Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтты, сендердің діндеріңе негізгі бөлік не дейді? Жүрек дейді. Сол өздеріндегі деген сөз мына жүрек. Осы жүректі өзгертпейінше не істемейсің дейді Алла Тағала сендерді өзгертпейді жағдайларында. Қашан сен неңді өзгертпейінше? Жүрегіңді өзгертпейінше. Жүрекпен жұмыс жасау керек.